Талибандар кімдер? Олар қайдан шыққан? Мақсаты не? Деген сияқты сұрақтар көбіміздің көкейлерімізде жүрген болар. Әсіресе соңғы болып жатқан жағдайлардан кейін. Ендеше қолымыздан келгенінше жауап іздеп көрейік. Талибандар олар бұрынғы студенттер. Талиб сөзі араб тілінен аударғанда шәкірт, оқушы, білім іздеуші деп аударылады. Талибан 90-шы жылдардың екінші жартысында пайда болған діни саяси қозғалыс. Мүшелерінің басым көпшілігі Пәкістан медреселерінде оқыған этникалық пуштундардан тәлім алған ауған босқындарының балалары болған. Бірте-бірте олардың қатарына ауған офицер пуштундары қосылды. Қозғалыстың идеологиясы біртіндеп ислам құқығын енгізуді көздеген саяси суннизмге негізделген. Қозғалыстың рухани көсемі Молла Мұхаммед Омар. Талибандардың діни ұстаным көзқарасы фиқхта ханафи мазхабында, ал сенімде ашари матуриди мектебін ұстанады. Араларында сәләфия жолын ұстанушылар да жоқ емес, бірақ олар аз. Құрметті бауырлар, лайк басып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіп жатсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның алған сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Ал енді тарихқа жүгінсек, 1979 жылы коммунистік басқаруды орнату мақсатында Кеңес үкіметі Ауғанстанға кіріп келген болатын. Ауған халқы әрине бұл қозғалысқа қарсы шықты. Елде джихад жарияланды. Әлемнің түкпір-түкпірінен мұсылмандар келіп, Кеңес үкіметіне қарсы соғысты. Соның ішінде араб елдерінен көптеген джихадшылар келді. Ол кезде талибандар да, басқалар да болған емес. Жай ғана ауған халқының коммунистік тәртіптің орнатылуына қарсы шығуы болды. Бір сөзбен айтқанда, жергілікті мұсылмандардың атеистік оккупанттарға қарсы соғысы болды. Нәтижесінде 1989 жылы Кеңес үкіметі бұл соғыста жеңіліске ұшырап, ауған жерінен әскерін шығаруға мәжбүр болды. Соғыс біткен соң, елдегі әртүрлі тайпалар мемлекет билігін өздеріне алғысы келді. Айта кету керек, Ауғанстанда бір ғана ұлт тұрмайды. Онда пуштундар, тәжіктер, өзбектер, хазарейлер, түркімендер және тағы басқа этностар тұрады. Тіпті біздің қандастарымыз қазақтар да жеткілікті. Енді елдегі билікке талас ауған халқының арасында басталып, азаматтық соғысқа алып келді. Джихадқа келген арабтардың көбісі елдеріне қайтып кетті. Осы сәтте Қандағар қаласының медреселерінде оқып жүрген 50-ден астам шәкірттер елге ислам мемлекетін орнату мақсатында өз қозғалыстарын бастап кетті. Халықтың көп бөлігі осы қозғалысқа қосылды. Талибан құрылғаннан кейін бірнеше ай өткен соң-ақ мүшелерінің саны 20 мыңға жетті. Үйім жақтастарының көп бөлігі медресе мен шариғат мектептерінің шәкірттерінен тұрды. 2 жылдың ішінде ауған елінің көп бөлігін талибтер басқарып алды. 1995 жылы талибандар елдің 12 қаласын бақылауға алды. Ұйым бастапқыда сыбайлас жемқорлық пен парақорлыққа қарсы күрес жүргізді. Бұл оларға танымалдылық әкеле бастады. Олар жаулап алған қалалардағы заңсыздық жойылып, қауіпсіздік орнатыла бастады. Осылайша бірнеше жыл қақтығыстан соң 1996 жылы талибтер ел билігін толық басып алды. 1996-2001 жылдар аралығында Ауғанстан мемлекетін талибандар басқарды. Әлемнің көп бөлігі бұл мемлекетті заңды деп мойындамады. Бірақ Пәкістан, Біріккен Араб әмірліктері және Сауд Арабиясы Ауғанстан ислам әмірлігін ресми түрде мойындаған. 2001 жылдың 11 қыркүйегіндегі Нью-Йорк қаласында болған жарылыстан кейін ақш мемлекеті Ауғанстан мемлекетінен Нью-Йорктегі сол жарылысты ұйымдастырушы деп жарияланған Усама бен Ладенді берулерін талап етті. Ауған елін сол кезде басқарып отырған талибандар ол талапты орындаудан бас тартты. Усама бен Ладен, егерде сол жарылысты расында да ұйымдастырған болса, оны өзіміз жазалаймыз деп жауап берді. Есесіне ақш Ауғанстанға соғыс жариялады. Тарихтан білетініміздей, талибтер аз уақыт ішінде өзіне тиесілі барлық қалалардан айырылып, Қандағарға шегінді. Артынша ол жерден де айырылып, тауға шегінуге мәжбүр болды. 2002 жылдан кейін бұл ұйым ақш пен батыс қолдайтын Кабул үкіметіне қарсы партизандық күрес жүргізді. Осылайша уақыт өте берді. 2021 жылы
ақштың жаңа сайланған президенті Джо Байден талибандармен келіссөзден соң өз әскерін Ауғанстаннан шығарамыз деп шешім қабылдады. ақштың ықпалы азая бастаған соң талибандар ел билігін өз қолдарына қайтаруға кірісіп кетті. Ауғанстаннан ақш әскері шығарыла бастағанда маусым айында талиптер елдің көптеген аудандары мен провинцияларының орталықтарын біртіндеп басып жатты. Соңында талиптер Кабулды басып алып, ел президенті Ашраф Ғани елден қашып кеткені хабарланды. Артынша талиптер Кабулдағы президент сарайынан мәлімдеме жасап, Ауғанстанда үстемдік орнатқаны туралы хабарлады. Бүгінде Талибан ұйымының басшысы Малави Хибатулла Ахунзада. Ол 2016 жылдан бері саясат, дін және әскери ісі бойынша ең жоғарғы адам. Талибан Кабулға кірген кезде биліктегілер халықты тыныштандырып, бәрі бақылауда екендігін айтқан. Бірақ халық сене қоймады. Кабул көшелерінде кептелістер болып, халық үйін тастап қашып жатты. Әуежайға да жүгіргендер көп болды. Талибан содырлары жақын арада елде Ауғанстан Ислами әмірлігі құрылатындығын мәлімдеді. Талибан қозғалысы қазіргі таңда Қазақстанда тыйым салынған ұйым екендігін айта кеткен жөн болар. Өткен нәрсе ол тарих. Ал ары қарай не болары алдағы уақыттың еншісінде. Бауырлар, ал сіздер қалай ойлайсыздар? Талибандардың және жалпы Ауғанстан халқының болашақ жағдайы не болмақ? Ауған елінің халықаралық аренадағы рөлі қандай болмақ? Төменде өз ой пікірлеріңізбен бөлісіп кетсеңіздер. Және де жоғарыда өтінгеніміздей каналымыздың роликтерінің сілтемелерімен WhatsApp, Telegram, Facebook, VK және тағы басқа әлеуметтік желілердегі достарыңызбен бөлісіп жатсаңыздар жақсы болар еді. Назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.